Армысыз қазақ елім. Мен бүгін психикалық диспансерға келіп отырмын. Ана жолы анықтама сұрауға келген ғой, арыз жазуға. Енді арызым анықтамам дайын тұр деп, соны алып кетуге келдім. Сол күні мен тікелей эфир қосқам, сондай жақсы пікірлер жазған менің жазылушыларым. Бірақ та тікелей эфирім бірінші рет болған соң білместіктен ана тікелей эфирдің видеосының үстінен тағы да бір не тұрды, көгілдір дидар экран. Соны баса қалып едім, жоғалып кетті. Екі дидар болады екен тікелей эфир. Содан білместіктен полиция сол тікелей эфирімді жоғалтып алдым. Енді міне анықтама алуға келдім. Анықтамам дайын. Міне осындай психикалық диспансер. Астана қаласында психикалық диспансер осы көшеде, осы жерде орналасқан. Анықтаманы не делінген екен? Соны қазір. Ол құжатты маған адвокат жинатып жатыр. Бүкіл маған жасалған билік жағынан қылмысты әшкерелеп, жинап, мені ұрған, соққаны, мазақтағаны, беталды психбольницаны шақырғаны, барлығын қазір адвокат жинатып маған тура менізді әбден қорғаймын деп отыр. Құқығымды. Міне келдім. Бұл психикалық диспансерға менің алғысым шексіз. Сонымен құрметті қазақстандықтар, мен міне анықтамамды алдым. Мөрі басылған, қолы қойылған. Комарова директоры қойыпты. Сейдахметоваға. Құрметті Зубайда Қаниахметовна, Астана қаласы әкімдігінің қалалық психикалық денсаулық орталығы әрі қарай сіздің 2025 жылдың 1 ақпанында жолдаған өтінішіңізге хабарлайды. КПДО-ның науқастарды қабылдау және жедел психикалық көмек көрсету бөлімшесінің мәліметі бойынша 2019 жылдың 11 ақпанында сіздің атыңызға шақырту түспеген. Қалай түспеген? Сонда бірінші келгендері ана дәрігер өтірік келген ба сонда? 11 ақпанында шақырған, түспеген деп тұр. 2020 жылдың 18-19 ақпанында Нұрсұлтан қаласы Жетіген көшесі 27 көлбеу сызығы 2 мекен жайына полиция қызметкерінің шақыртуы бойынша сізді КПДО-ның жедел психикалық көмек көрсету бригадасының келесі кезекші дәрігерлер, психиатрлары қараған. Бірінші Ғалия Ризабековна Мұқашева және екінші Сәбит Мажитович Молдабеков. Сәбит Мажитович Молдабеков, жаным, осы бала ғой маған келгенде. Апай, сіздің диагнозыңыз патриот, еміңіз митинг деген. Таптым әйтеуір осы баланы. Жаным, Сәбит Мажитович, айналайын. Анамнан айналайын осындай бала туғанына. Биліктің бұйрығын орындамай, Гиппократқа берген уәдесін орындап, тікелей дәрігердің міндетін орындаған. Осы дәрігерлерге мың алғыс. Рахмет, Сәбит жаным. Аман бол, бақытты бол. Ауырма ешқашанда. Бала шағаның қызығы көр. Бүкіл халық атынан, бүкіл белсенділер атынан осы екі дәрігерге алғысымды айтамын. Ғалия Ризабековна Мұқашева, Сәбит Мажитович Молдабеков. Ғалия дәрігеріміз
айтып кеткен, вполне нормальная, адекватная, контролирующая себя женщина деген. Ал Сәбит маған сондай диагноз қойып кетті. Содан кейін осы қолғамды түсіріп алдым. Осы бүгінгі күнді пайдаланып, тағы да арнайы қабылдау орнынан бастығы Рамазановқа алғысымды білдіргім келеді. Осы кісі өзінің қызметкерлеріне Зубайда жынды емес, оның миы істейді, ол әдейі жасайды деп, ана камераны сындырып, бытшытын шығарып тастағаны үшін Рамазанов маған сондай жақсы сөздерін айтты. Зубайда жынды емес, Зубайданың миы істейді, ол әдейі істейді. Ол біліп тұр не істеп тұрғанын дейді. Көрінбей қандай адамдар. Жандарым, аман болыңдар. Қазір менің наразылығым тек қана полиция қызметкерімен КНБ жаман президент Тоқаев, содан кейін Нұрсұлтан, содан кейін ұлттық қауіпсіздік комитеті, оперлар, полиция қызметкерлеріне наразылығым шексіз. Осылардың кеселінен біздің қазақ халқы өте жаман, нашар жағдайда тұрып жүр. Кедейміз бәріміз. Қазақтар қазір қазақтардың жағдайы қазір нашар. Міне аяз тұр. Осы аязда әсіресе ойлаймын, қазақтар қазір қайда тұрып жүр? Пәтер жалдап жүрген, үйсіз жүрген қазақтар не істеп жүр екен? Қайда тығылып жүр? Тоңып жүр ма деп қатты ойлаймын осы. Сонымен Сәбит, жаным аман бол. Әйтеуір есіміңді білдім. Бүкіл қазақ елінен алғысым шексіз. Билікте дейінші, дәрігерлердің өздерінің тікелей міндетін орындап, ауыратындарды ауру еместерді ауру емес деп диагноз қойып жүрген дәрігерлерге алғысым шексіз. Көп жасаңдар, дәрігерлер. Рахмет сіздерге. Жақсы. Алға қазақ елім.